Бисмилlah, қалдарыңыз қалай? Менің алтын көрермендерім, мен бүгін қазақтың қарапайым қазысын жасайтын боламын. Осы қазы жасауды қазақтың барлық әйелдері біледі деп ойлаймын. Менің қазы жасаудың қарапайым түрін көрсететін боламын. Ең алдымен бізде үлкен ішектің бір бөлігін мен үшке бөлдім, кішкентай етіп. Мен өзі кішкентай етіп жасаймын. Ішіне біртіндеп сала береміз, майын, сосын етін. Мен етті алдын ала тұз, бұрыш, чеснок араластырып, маринадтап алдым, жақсылап. Осылай ішіне біртіндеп сала береміз. Жасау жолы өте қарапайым және оп-оңай. Осы үш бөлікке салғаннан кейін екі жағын жақсылап жіппен байлап қоясыздар. Сосын қазымызды жасап болғаннан кейін қазымызды бөлек 1 сағат 2 сағат қоямыз, тындырып, содан кейін барып біз морозға сала береміз. Біздің қазымыз сонымен дайын болып қалады. Айта кететін жайт, қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қараңыздар және осы видеома өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менімен бірге болыңыздар, мен әртүрлі рецептілерді шығарып отырамын апта сайын. Осылай барлығын ішіне саласыздар. Қатты нығыздап салмаймыз, біздің қазымыз жарылып кетуі мүмкін, сондықтан бос етіп саламыз. Міне мен екі жағын жақсылап байладым. Біздің қазымыз дайын болып қалды. Мен мана 3 бөлікке бөлген едім. Осылай әп-әдемі болып шықты, томпиып. Енді осымен біраз көп қоямын, содан кейін морозға салатын боламын. Сіздермен болған Гүлжайнар, сау болыңыздар.